1961 жылы ол кезде Нарықұловдан Сарбастау ауылында 61 жыл дүниеге келіп, атамның баласы деп жырлады. Ешкімге жолатпайтын ғой атам деген жырлады. Жемеңді үстіңді былғайсың, тиіспе. Ана Чопанның балалары өздері жасайды. 5-ші класты бітіріп кеп Сарбастаудан Қарасазға қоныс аударып, балалық шағым бірге өтіп, осы уақытқа дейін қатарласып бірге жүріп қызмет істеп жүргеніме қуаныштымын. Ерекең көп энергия беретін адам, жан-жағына шуағын шашып жүретін адам. Осы уақытқа дейін мен бақытты шығармын. Ерекеңнің досы, класстасы, бауыры болғаныма. Кішкене кезден ақ өзінің сондай өте бір ерекше жан екенін көрсетіп кеткен адам. Оқуда жүрген кезде де бірге жұмыс жазылған жоқ. Әлі амандық болса біздің алдымызда қызықты біраз уақыттар өтетініне сенім кәміл. Амандық болса жүзді бағындыруға бағыт алып отырмыз. Бекеге рахмет, бізге міне осынша азаматтарымызды өмірге алып келіп, міне тағы да көретін қызықтарымыз мол болсын. 1983 жылдан бастап жұмысқа араластым. Осы колхозда есепші болып, экономист болып. Осы кабинет менің алғашқы жұмыс орным болған. Ерболат аға жалпы көп жерден естиміз, осы Райымбек ауданындағы мемлекет қызметкерлері арасындағы өте білімді, жаңағы бухгалтерлік жұмыстары жағынан да, экономикалық жұмыс жағынан да өте білімді. Ерболат ағаның алдында Жақпеғада зейнет жасына шығып кетті осы ортада. Жақпеғы мен Ерболат аға кішкентайларынан, жас кездерінен бастап бірге қызмет істеген. Екеуінің арасында қызықтар көп. Жұмысты екеуі отырып алып, аяқ асты ұрсысып қалады. Бір кезде қайтадан екеуі жұмыстарын істеп ары қарай әңгімелесіп отырады. Сондай екеуі замандас болғандықтан араларында қалжыңдары көп болатын. Ерболат аға енді негізінде қағаз жұмыстарға өте мықты болды. Қарасаз ауылдық округінде біраз қағаздар Ерболат ағаның қолынан шықты десек артық етпейміз. Алғашқы зейнетақысын алып бізге келіп, бөлісіп, менің жолымды сендерге берсін деп ақ батасын берді. Нархозды бітіріп келгеннен кейін осында экономист болып, бухгалтер болып жұмыс істедім. 95 жылға дейін, колхоз тарағанға дейін. Одан кейін 95 жылдан 2006 жылға дейін Мақатаев музейінде. Мұқағали Мақатаев әкеміздің музейінде 95 жылдан 2006 жылға шейін 11 жыл қызмет атқарған осы жерде. Әкеміз танытады деп. Інісі Қайрат екеуміз класстас болдық, бірге оқыдық. Барлығымыз барып түсетін бір ортақ монша болған. Моншадан келгеннен кейін бәрімізді бастан аяқ тексеріп кіргізетін. Бір жағынан тәртіпке үйретті, жақсы азамат болуымызға осы тәрбиесін берді деп ойлаймын. Енді бүгінгі күні міне зейнеткерлік жасқа толып, зейнет демасынан шығып жатыр екен. Зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын Ерболат аға. Алдында астында басып қалдырып, кейін құрсақтаушы болып 11 жыл қызмет атқардым. 2006 жылдан бастап 2017 жылға дейін аудандық статистика басқармасында маман болып қызмет атқардым. Райымбек ауданы кегеннен бөлініп шыққаннан кейін 18 жылдан бастап осы Қарасаз әкімшілігінде бас маман болып, іс басқарушы болып жұмыс атқарып, кішкентай болса да ауылыма, халқыма деген 40 жыл қызмет істептім. Соның енді зейнеттің көретін кез болды деп ойлаймын. Жасқа келіп, пенсияға шығып, пенсия тойын тойлап жатырмыз. Кезінде көкем ауырып, әке-шешеміз де, атам да бәрі қатты переживать етіп. Біз енді кішкентай болдық қой, ол кезде 1-ші класс оқимыз ба, 2-ші класс оқимыз ба. Атам көкеме шаң жуытпай, жақтап, сол кісіні уайымдап отыратын еді. Зәки баласының мұсылман болып жатқан тойы да болып жатыр, құтты болсын. Тойымыз той қыласын енді, көкем үшін енді бәріміз қуаныштымыз. Зейнетке шығып жатқан қуанышыңыз құтты болсын. Ең бірінші сізге денсаулық тілеймін. Зейіннің енді мына мұсылман болып жатыр. Өздеріңізге тарса, жақсы жігіт болады. Біздің үлкеніміз осы, біз ақылшымыз осы.
Көкөмүз жүргенде бәріміз баламыз әлі. Есіктің алдында түнімен свет жағып қойып, папам бар, атам марқұм бар, алпысаға марқұм келетін. Бәріміз отырып, сол асық ойнаймыз. Бәріміз сабағымызды оқытады, сабағымызды тексеретін. Біздің отбасымыздың ең үлкеніміз қазіргі әке шешеміздің отырған қара шаңырағында отырып бәріміздің басшымыз. Бала кезімізде көп нәрсені сол кісіден үйреттік. Үйге берген тапсырманы орындағанда ол кісі ең бірінші математика сабағынан бастайтын. Бізде бірінші математиканы бастаймыз, онан кейін басқа сабақтарды оқытады. Бізге қаталдығы соншалық, мұғалімдерден де қаталдау мысалға бізден сұрайтын. Бізге деген бауырға деген қамқорлығы, көмектесуі өте ерекше. 1,5-2 жасында мамам больницада жатқан кезде сол кісі мені көтеріп жүріп бағыпты. Атам айтатын, балам, одан кейін Жанар бухгалтер болады деп. Кино көруге сол кісінің рұқсатынсыз телевизор қоспайтынбыз. Қосатын болсақ, біреуіміз сырттан қарап тұрамыз. Көкем мынау көшенің бұрышынан бері бұрылған кезде жүгіріп үйге кіріп, телевизорды өшіріп, түк болмағандай отыратынбыз. Көп нәрсе үйрендік көкемнен. Тағы да бір ең қызықты жағдай, бұл кісі үйленген кезде, мен енді ол кезде бала болдым, есіктің алдында 3 күн той жасадық. Киіз үй құрып, палат құрып. Сол кезде жүгіріп, бала болып ойнап жүріп, мен бір құлап, мұрнымды скамейканың қырына ұрып, той көре алмай қалдым. Мен сол жерде үйде жатып, мұрным шішіп кетіп. Жеңгем үйде жүргенде артынан жүгіріп бірге жүретінбіз. Тәтем анерге барса, сол жерге, мына жаққа барса, артынан бірге жүретінбіз. Екі болса да қойдырып қойыңдар деп ұрсатын көкем. Қазір енді общий моншасына барған кезде папаммен барып келем, көкемге вертесі құлағын кіріп оқып, мен тағы монша қалып барады. Сөйтсем көкем арқасын ездіріп қалып барады екен ғой. Ендігі өмірімді немерелердің ортасында қызықпен жүрсем деген ойым бар. Ал енді туыстардан өзіңіз балаларыңыздың атынан бір ауыз тілек қабыл алыңыз. Өмір жасыңыз ұзақ болып, деніңіз сау болсын, аман болсын. Осылай үлкен кісі болып, бізге ақылшы болып жүре берсін. Шөбереге жетіңіз. Зейін сүндет тойың құтты болсын. Ал көке, мына зейнетке шыққан жасыңыз құтты болсын. Көп қуаныштар бола берсін. Бибігүл екеуің бірге қартайыңдар. Жігіт болғанымен құттықтаймыз. Үйіңіз әрқашан жақсылыққа толы болсын. Көке, зейін, тойларыңыз құтты болсын. Арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Рахмет барлықтарыңа мені құрметтеп, елебес керіп жатқандарына. Аман болыңдар. Кеш мүлде әкем таудан ескен самалдайын, әкем алынбайтын қамалдайын, әкем сендей биік таба алмаймын, әке жаныңдағы жалалыбым. Ал құрметті қонақтар, ағайын туыс, құда жекжат, дос жаран, көршілер, әріптестер, нағашылар, осы тойымызға ат салысып, қуанышымызды бөлісуге келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Тойға ұласын, сіздерге де бәрі жұғысты болсын, бірлігіміз арта берсін, елімізде тыныштық болсын, отбасымызда береке болсын.